Маған күйеу керек. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сізге бұл оқиғаны бастамас бұрын видеоның астындағы бір лайк түймесін басып, болған сұмдықтарды өз құлағыңызбен естігеніңіз дұрыс па деп ойлаймыз. Содан біз бастадық. Бір әйел мені ешқашан ұрмайтын, ешқашан әйелдерді қумайтын, фантастикалық ғашық болатын бай адаммен танысамын деп газетаға жарнама беріпті. Келесі күні оның есігі қоңырауы соғылды. Есікті ашса, ешкім жоқ, ол ашуланды. Есік қоңырауы тағы да соғылды. Бұл жолы есік алдында да ешкім жоқ. Әйел одан сайын қобалжыды. Сосын әйел сәл жерде арбада отырған адамды көріп, оған қарай жүрді. Әйел сөйлегенше ер адам сөйлей бастады. Газеттегі жарнамаң үшін үйіңе келдім. Мен баймын. Өзің көріп тұрғандай, мен сені ұра алмаймын. Әйелдердің ізінен жүруге аяғым да жоқ, деді. Әйел мүгедек жігітке тұрмысқа шыққысы келмеді. Жарнамада фантастикалық жігіт деген жері де бар еді. Сенде ондай сезім жоқ па деп ойлаймын, деді. Еркек орнынан тұрып, аяқтарым істемесе де есігіңнің қоңырауын шалғаным фантастика емес пе деп бала орнынан тұрды да көлігіне мініп кетті. Құрметті көрермендер, әйелдер байлыққа жиі ұшады. Алдындағы байлықтың қадірін білмейді. Әрине, әркім әртүрлі. Видеоның астындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.